ұйқым келіп жатыр, ол жақ қанша уақыт болды. Состояниесін қағап жүрсің, кірма не? Не істеп жүрсің? Жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамы да нық болмайды. Жалғанда БМВшниктармен сыйлассаңыз, Эстоның есігінде құлып болмайды дейді құрметті ағайын. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Баршаңызға қайырлы күн. YouTube арнаға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін біз осы шығарылымда BMW E36 автокөлігімнің проекті жалпы қалай жиналып жатыр, қандай жұмыстар болып жатыр, сол туралы сіздермен айтып бөлісіп отыратын болам. Бұл бірінші выпуск. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алғаш BMW-ны 2 январ күні көруге бардым. Жалпы спойлері, артқы бампер, алдыңғы бампер, жалпы видухасы 36-нан қатты ұнап қалды. Инстаграмнан да өте көп шыға берді. 2 январ күні толық машинаны далада быт-шыт болып тұрған жерінен көруге бардым. Одан кейін машинамен келісіп, хозяинмен сөйлесіп, қол алысып, 2,5 миллион теңгеге сатып алдым дәл осы күйінде. Іші сыртында жасайтын жұмыстары өте көп болды. Бүгін көлікті көріп кетуге келдік. Ангельский бас салынды. Екі жағына да полный стеклолар ауысты. Габариті, повороттардың барлығы ең басты жерлердің біріне келдік. Бүгін выхлоп салып жатырық, короче. И мына жер, короче. Ертең осы выхлоппен шулататын боламыз. Жалпы выхлоп барлығы жасалды. Жаймен енді дауысы деген енді гүрілдеп өте әдем болып тұр. Сосын бір попросить еттік. Көтінен от шығатын қылып жасауға бола ма деп. Я деп, оны да жасап берген болатын. Қазір уақытша мынау тұр. Дверский титанка деп қойып, сол титанканы салатын боламыз. Болды, кішкене жұмыстар қалды. Одан кейін сыртын пленкаға алып барамыз. Шкуркілеп, полировкілеп, одан кейін дверский пленка жабыстыратын боламыз. Сонымен болды, қалатамыз, короче. Мә мықты. Өте күшті болып қояды. Полный біткен кезде көрсем ба деп тұр. 0,28 та. Төреғалиді кіні. Прикинь? Төреғалидің өзі даже осы жерге істеді. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Тағы да бүгін 36-ға цвет таңдайтын боламыз. Бүгін айтайын ба қай күн? Бүгін 18 апрель. Әлі жүрміз. Мына машинаның неше түрлі қудыртылған цветтері. Ойында, мына жақында. Осы жерге келіп, қазір цвет таңдаймыз. Өзімізге ұнаған. Мына тұр цветтер, қызыл, жасыл, көк, деп. Именно BMW-ға келетін, өзімізге ұнайтын бір цветті таңдаймыз. Соны қоятын боламыз берді. Сол бүгін осы сияқты жүреміз. Одан кейін барып машинаның дәл қазіргі жағдайын бір көрсететін боламыз сіздерге. Сыртын барлығын грунтовкілеп, андай не дейтін, полировка, ол краскадан кейін қоя. Анда чисто грунтовкілеп, тазалап, реттеп, шешетін жерін шешіп алып, таза бояуға дайындады. Краска таңдап кетеміз. Ертең өздері кеп красканы алып бояй береді. И наконец-то қара цветте тұрды, бірақ цветін ауыстыру керек болды. 36-ның интернеттен неше түрлі цветін көрдім. Қызыл, жасыл, көк, сары, розовый, фиолетовый, жаңағындай оранжевый, бирюзовый түстерін көрдім. Соның ішінде Қазақстанда жоғау, даже интернетте жоғау дейтін, интернетте бар енді. Ерекше бір цветті таңдауға келдік. Қазір цветті қарайын деп жатыр. Молодые люди, я не слышу клиента. Шоше. Тәтемнің кішкене андай. Бұл түсіндік бар енді сондай. Ондай сарылар әдем көрінеді, тоже мынандай цветше. Сарының өзі қараңыздар, қанша. Короче, біз өзімізге керек цвет таңдап алдық. Қазір Эстоға барамыз, машинаның сыртын реттеп қойған түрін бір көрсетем. Сөйтіп, бір-екі күн ішінде мына жерден красканы алып кетіп, машинаны бояп бастайды.
Бүгін не болды? Красканы таңдап келіп эстоға келсем, машинаны шешіндіріп тастаған, 4 есігін алдартып вампир фаралын барлығын алып тастаған, 2 слойғы бояу керек болған, бір қаңылтыр қаңқа ғана тұр ғой. Шок болдым машинаны көріп. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бізде бүгін 20 сәуір, өткенде красканы таңдап кеткен болатынбыз. Қазір енді машинаның өзіне келіп тұрмыз. Полный сыртын бір емес 2 рет грунтовка жасады. Өйткені өте сондай сложный работа болды дейді. Одан кейін задний бамперін полный ауыстырып тастадық. Енді даже грунтовка келмейді, жарамай қалған, короче. Сонымен басқа М-бампер алып келіп салдық. М-бампер? Мбаппе деген сияқты бар. Мына жанынан көрсеңіздер болады. Кетсем. Полный сыртын грунтовкілеп кішкене қаңылтыр болып қапты. Алдыңғы жолы кәдімгідей 2 слой темір, бір гипсокартон ұқсап отыр еді. Пластмасс болып еді, қазір нормально. Кішкене қаңылтыр болып қапты. Бүкіл артық жаңа краска-мраскілерін бәрін сыпырып тастап, құр қаңқасы қалды. Бұйыртса ертең арғыны уже біз таңдаған цветте бояйтын болады. Сол проект E36. Болды, осы жерде боялатын болады. Енді мен араға бір апта, жаңағыда 2 апта, 4-5 күн деп салып келіп жүрмін. Бірақ сіздер 4-5 секунд өткізіп көре саласыздар. Бүгін 20 сәуір, сондай өзі біз келіп жүрмін арасын. Кеп бір тексеріп, қарап кетіп, бір нәрселерін алып келіп деген сияқты. Ассалаумағалейкум, Медетжан бауырым. Қалайсыз? Жақсы, өздерің қалайсыз. Сіз не істеп жүрсіз бұл жерде? Құрметті достар, мен открытиеде күшті болып жүрген адаммын. Әдемі киініп алып, четкий болып, кроссовка новый. Не істеп жүрсің? Толстовка. Осы жердеміз, короче, қаладамыз. Ана жерде Есентай бар. Брат, көрсет қойшы камераңа. О, Есентай мол, брат. Пальфаровый выше, да, брат? Боял болған кезде көрсетем, или вообще біткен кезде бірақ көрсетем ғой енді. Мен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Малярлардың бәрі сондай ма? Әйтеуір машинаны алып барып кіргізетін кезде бауырым уайымдамасай, ровно 25 күнде машинаңды идеальный қылып бояп қолыңа ұстатамыз деген болатын. Все хорошо деп келістім, бірақ 2,5 айдан кейін машинамды әрең алдым. Расында дейсіз ғой? Келсең айда күндайды келіп тұрсам бол. Сол атпен жететін маған. Мынауыңды қара. Қара ол бәрінен. Ашып қара, ашып қара. Ашып қараңда қақпаймын ғой. Состай несін қағат жүрсің, кірма не? Состояниесі идеальный болып тұр ғой, братан. Міне обшивкаларын алып отыр, қайтпақшы. Қазір состояниесін бір көріп алайын деп отыр. Көкшіл цвет па? Жасында кнопкамен бар, тұз деп ашам ба сонда? Сен сондай ме еді? Алды сондай ғой. Автомат коробканың жанынан ашып жабатынмын ғой, короче. Негізі, иә? Мынау зоқа, братан, идеальный болып отырғызып жасап берсе енді. Ашып та береміз ба, қолмай? Ашып қараса сен жұмыссың ба? 2 арты анау. Ноп, новый. Арты ғой анау, иә? 2 арты. Міне, арты сенде осындай ғой. Арты сенде осындай ғой. Иә? Не, алдында сенікі жаңағы, міне, көрме, ненің қасында. Алды, міне. Алды жаңа ненің жанында жаңағы. Түсіндің ба? Бол. Короче, бізде E36 проекттің соңғы күндеріне кеп қалдық. Боядық, попкорн барлығын жасап болдық, дискісін алдық, бәрі идеальный болып тұр. Енді резиналарын ауыстырып жатыр. Уплотнитель. Короче, сондай нәрсесі ғой, короче. Полный есік терезенің жан-жағын резинасын новый ауыстырып жатыр. Резиналарына ауыстырып жатыр. Танкіні көрсетемейші қазір. Чисто BMW-ның запчастарын сататын жерде жүрміз қазір. Бұл жерден біз не аламыз? Алдының сеткісін аламыз, одан кейін резиналарды аламыз, одан кейін не аламыз білдік? Обшивкаларын ауыстырамыз. Полный 4 есіктің обшивкасын новыйдан идеальный Япониядан келеді екен, жаққа запчастың бәрі. Сол нәрселерін алып салатын боламыз. Құдай қаласа аз қалды. Ё-май, где-то бір 5 миллиондай кетті, таза уже. Машинаның өзінің бағасы бар, жаңағы краскасы бар, химчисткасы майда шидесімен барлығымен, короче, ішінің запчастарымен 5 миллиондай болып тұр қазір жобамен. 4-9, 4-9 50 деген сияқты. Еще ана 36-ны қазір көтеріліп тұр негізі өзі. Соны несін кесіп сәл жатқызатын боламыз. Әкешіңе, Ero, қанша дейсің, жігіт жай? 80 мың қалды. 80 мың, 20 мың түсесің ба? Жаңа уплотнитель. 1000 теңге, 5000 теңге демей 20 мың түсіріп берейін. 30 мыңға беретін болды уплотнительдерді. Иә. 30 дедің, Страшный сауда вот. Енді
Ладно, 30 дедің ғой давай, сен. давай. Жаңа өзің айттың. машина толық краскіленіп болғаннан кейін бірден сыртқы видеоқасы одан сайын әдемілене түссін деп біз Титанка таңдауға келдік. Алды міне, иә? Мынауды алды баян. Мынауды алды. Мынау арты. Короче, осындай титанкілер алып жатырық. Резинасымен новый алды. Артқысын толқысын қарасаңыздар. Мынандай ма? Артығымен көрсете салатындар бар. 23 жылғы резина. Мынау 24, мынау 23. Мына екеуі 23 екен, мына екеуі 24 жыл. Машина покраскіден шыққаннан кейін 4 июнь күні, 4 маусым күні машинаны химчисткіге алып бардым. Ішкі, енді покраскіден кейін ішінің состояниесі салон быт-шыт болып кеткен. Соның барлығын толық тазалатып, одан кейін алдыңғы жағына көліктің кішігірім, енді капотына деген сияқты алдыңғы жақтарына полировка жасатқан болатынбыз. Короче, машина покраскіден шықты, ішінің бәрі кішігірім әбіржіп жатыр. Сиденье тігіліп дайын болып қалды. Қазір химчисткіге алып келдік. Төбелердің жан жақтарын шаң-паң, мусор-пусор барлығын. Жіктерге келдік. Бұйыртса полный химчисткасын жасап, реттеп алатын боламыз. Құрметті достар, шілденің 20-сы болды. BMW-ның соңғы бір этаптары қалды. Енді сыртқы жұмыстары, майда шиделер. Енді майда шиделер бар ішінде. Енді колонка бір нәрсе дейтіндерді, оларды на будущем өзім жаймен жасап аламын. Бірақ көрсеткім келіп жатыр, ол жақ қанша уақыт болды. Енді өткенде Титанка алып еді қой, білесіздер. Сол Титанка келмей қалды размері. Сонымен одан да бір потолок Титанка тауып алдық. Короче, BMW-ның в основном 8-лерінде болатын Титанка G9,5. Короче, дискіні көреміз, қазір ауыстырып көріп отырық. Я мынау пятерочный будет, понятно? Титанкілерді кигізіп жатырық, новый аккумулятор алып салдық. Кішкене жұмыстар қалды. Брат, если что, для себя жасап жатқан мынандай. Жасағаннан кейін анандай самадым ба, мынандай самадым ба. Өзіме ұнайтын қылып, қаражатым жеткенше бәрін салып жатырмын, короче. Болашақта да саламыз. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Бізде бүгін шілденің 27-сі уже ше. В принципе, сыртқы жұмыстары бітті, бірақ одан да идеальный болған қалап жатырмыз. Кейбір моменттерде, кейбір жерлерінде фарасы алдына шығып қалған. Одан кейін жалпы на жерде ішінде BMW 46-ның несі тұр дейді, короче. И менде спидометр көрсетпей тұр ше. Осыған бола на жерін қайтадан ішін полный ауыстырайын деп жатырық. Панель осылай қала береді. Одан кейін жалпы салонын көрсетейші, мен не үшін әлі сіздерге көрсете алмай жатырмын. Мынандай болып тұр, короче. Мыналарды ауыстырғым келіп жатыр, ескі болып тұр. Мынаны ауыстырғым келіп жатыр, тожынан даже бүйтіп ашып жабатыным да жоқ. Сосын мына жерлері өтірік болтпен қатып тұр. Мына беттерінде де тоже ашық жерлері бар деген сияқты. Сондай бір кішігірім моменттердің барлығын идеальный қылып жасағымыз келіп жатыр. Возможно, на рульдің өзін тіктірткен болатынбыз, рульді де ауыстырғым келіп жатыр. Одан кейін машинаның астына подсветка, одан кейін машинаның өткенде Титанкасын көрдіңіздер, қалай тұрған. Одан сайын отырғызғымыз келіп жатыр, и шинаны қайтадан ауыстырайын деп жатырмыз. Короче, өзімнің ойымдағыдай әлі шықпай жатыр, и қайтадан где-то 1-2 аптадай уақыт кетейін деп тұр, қайтадан тағы да ақша салынайын деп тұр, короче. Мынау мынандайлары ішінде шашылып жүр. Негізі міне көріп тұрғандарыңыздай электронный жасау керек, барлығы терезенің барлығы ашылып жабылуы. Одан кейін артқы салонда ұнамай тұрған нәрселер, жалпы сиденьелер полный тіктірту керек. Мынау вообще міне алдын бір рет бір детельникке тастап едім. Тоже тікіп береміз деді тағына, болты жоқ. Мыналарды әрең алдым, короче. Мына жерлер ойнап жатыр. Потом мынандай моменттер ғой, ең жек көретінім. Мынандай нәрселері дұрыс қатырылмаған. Мына жақтікі де ойнап тұр, мыналар ойнап тұр. Осындай нәрселерге бола ішін жасағаннан кейін идеальный қылып жасағым келіп жатыр, жалпы өзім айдайтын болғаннан кейін. Ертең біреу отса да, достарың, таныстарың отса да, отқанға жалпы BMW-шниктар бар, басқалары көргенге идеальный болсыншы деп жатыр. Фараларын тоже, задний фаралар қазір китайский тұр, ауыстыру керек болып жатыр оригиналға. Екі фарасы ең жақсылары 140 000 теңге тұрады. Так, одан кейін мына моменттер ғой, мына жерлері ашылып, короче, мына жерлерінің ана запчастары шашылып дейтін сияқты нәрселер мүлдем ұнап тұрған жоқ. Ар жақта андай түсіп қалды.
Мысалы налардың өзі андай ескі болып тұр, осыларды да ауыстырып тастағым келіп тұр. Төбесі енді әдемі қылып жабыстырды, істеді. Пока потолокқа әңгіме жоқ. Мыналардың барлығын қайта өңдеу қажет болып тұр. Міне стода мынандай салып бере салған том, не хочу, короче, мынандай электронный қылып ішінің барлығын проводтары бар болса, дайын болса, электронный қылып жасап бере аламыз деді. Көреміз енді, бұл жер қатты бір маңызды емес шығар деп ойлаймын, бірақ электронный болып тұрғаны жақсы болды. Бүгінгі выпускта машина неге көрсетілмеді деген сұрақ бәріңізде болып тұрған шығар. Базы жоқ, сыртын краскіледік, ішінде спидометрін ауыстырдық, кассаларын жалғады, обшивкаларын ауыстырдық, салон химчистка жасалды, титанкісін бір емес 2 рет ауыстырдық, сыртын боядық. Жалпы рулін ауыстырдық, тіктірдік дейтін сияқты жұмыстарының барлығын жасадық, даже бультузына дейін жасадық. Ішінде 96 жылғы BMW 36 ішінде бультуз бар. Даже соған дейін барлығын жасап, фараларын ауыстырып, вентиляциясын ауыстырып, тағы сондай жерлерін жасадық. Бірақ та бұлай сырт көзге нормально, бірақ әлі менің 100% ойымдағыдай болып тұрған жоқ. То есть мен ойлап тұрған машинаның бір 40-45% ғана шығып тұр десем болады. Не үшін өйтіп айтып отырмын? Не нәрселерге әлде де көңілім толмай тұр? Оны келесі видеодан көре аласыздар. Өзім көңілім толып тұрған жоқ, шынымды айтсам. Сіздерге көрсетуге былайша бір сөзбен айтқанда әлде де ұялып тұрмын. Толық ойымдағыдай жасап біткеннен кейін екінші выпусктың аяқ жағында міндетті түрде 100% машинаны көрсететін болам. Баршаңызға рахмет. YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Машина қандай болатыр, жалпы проект қалай болып жатыр, өз ойларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Айтпақшы, екінші выпусктың соңында бұйыртса машинаны толық көрсетем. Сіздер ойлағаннан да мүлдем басқа машина шығады. BMW шығады, бірақ басқаша болып шығайын деп тұр. Өте мықты адамға тапсырдым осы жолы.